Ғылым және өнер майталманы, суретші әрі ақын, арт-терапевт Төле би ауданының тумасы жерлесіміз Талқанбаев Бақтыбек ағамызға беріледі. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау бүгін бір керемет жүректен шығып жатқан сөздер болып жатыр. Барлықтарыңызға рахмет келгендеріңізге. Біздің ата-бабаларымыз әу баста әртүрлі біздің жерімізге шапқыншылықтар болған кезде ұрандатып қарсы төтеп берген екен. Сонда әлімсақтан басталатын энергия біздің ата-бабаларымызды қолдап әр уақытта жеңіске жетіп отырған. Сөйтіп осынша кең байтақ жерді бізге аманат етіп қалдырып отыр. Сондықтан осы жерді қорғау, осы жерді тазалау біздің әрқайсымыздың борышымызда тұр. Сондықтан әлімсақ ұран деген сиясы кеп деген өлең жазылған еді, соны оқып жіберейін сіздерге. Ұран, ұлы жарылыс дірілі, әлімсақтан күш алған, тәңірінен нұрланған, Қызыр ата қолдаған, бабаларымыз жол берген, көкірекке ілімдерді тоғыстырған, қуатты шындық жарқылы, көздерін ашар сананың, аналарымыздың мейірімді батасы, даралардың дарыны, даналардың дабылы, данышпандардың дауысы, ақиқаттың айбары, шындықтың шыңы, бағдәулеттің ырысы, қанағаттың қақпасы, адамзаттылығының заңы, парасаттылық парызы, ізгіліктің иірімдері, мейірімдіктің мәйегі, тобашылдық толқыны, шүкіршілік ұшқыны, сабырлықтың салқыны, саналықтың санасы, сезімдердің анасы, мінез құлықтың пәтуасы, ауыздардың дауасы. Алла жар болсын сіздерге. Енді мен мынау жасаған еңбектер, таңбалар туралы, әдістеме туралы, таңнан таңға айтатын әңгімелер көп. Алла нәсіп етсе, оларды тыңдай бересіздер. Құдай қаласа, бүгін енді мынау адамдарды шілемен көп ұстамайын, бірақ әдістеме туралы қысқаша ғана айтайын. Шәкәрім бабамыздың үйренісі ғылым менен сал өнерін. Сал өнері деген өнер болған екен. Бір жан сал, ақан сері, Тәтімбет, Абай, бұлардың бәрі сал серілері болған. Міне қазір біздің қазақтың жерінде де сол сал серілер оянып жатыр. Сондықтан мына бізге келген әдістеме сал өнері деп аталады. Үйренсе ғылым менен сал өнерін, білер еді өнердің не берерін, табысса ақын ойшыл адаммен, табар еді адалдық ар көмегін дейді. Міне қазір адамзаттың бәріне жетіспей жатқан ар көмегі. Міне осы ар көмегі Қазығұрттан бастап алып, 7 деңгейде қазір адамзатқа тарап жатыр. Бірінші деңгей даралық деңгейі, даналық деңгейі, данышпандық деңгейі, ғалымдық деңгейі, ғұламалық деңгейі, кемеңгерлік деңгейі, абыздық деңгейі. Міне осы 7 деңгей Түркістанда Ахмет Яссауи бабамыз өзінің хикметтерінде жазып кеткен. Сондықтан осы әдістемені мен дәлелдеу үшін бірінші Швейцарияға 11 жылы дүниежүзілік конгресске қатысып, сол жерде маған Швейцарияның профессоры деген атақ берді. Олар кәдімгі 2 қолын көтеріп, құшақтап, көздерінен жасағып, осы әдістемені қабылдады. Одан кейін Германия, Франция, Кипр, Турция, қазір Россияның барлық қалаларында осы әдістемемен жұмыс жасап жатыр. Мынау Путин қазір Ресейде Сирус деген мектеп ашқан. Мынау қазір барлық жерде, жердің бетінде арқалы балдар туылып жатыр. Сол арқалы балдарды общий мектепте оқытуға болмайды. Өйткені олардың тағылымы, талабы мүлдем басқаша. Содан Ресейдің ғалымдары бұны дәлелдеп, Путин жағдай жасап, үлкен Сирус деген мектеп ашып берді. Москвада сол мектепке мен ұстазы етуге шақырып.
Сол кезде мен айттым, менің өзім жерімде де бұл нәрсе жетіспей жатыр. Мен міне қанша жыл болды, 32 жыл болды, сол мектепті ашам деп, ниет қылып жүрмін деп, міне Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, биылғы жылы біздің арызымызды Нұр Отан партиясы қабыл алып, Алматы мен Астанада мектеп ашуға жаңағы бөлмелер, помещениелер бөлетін болды. Аллаға шүкір деймін. Өзімнің осы Ленгір қаламда да бір мектептің несінде ашуымызға болады. Бұл методика тез тарайды. Өйткені мынау арқасы бар балалар ашылса, бір бала ашылса, бүкіл мектеп тазарып кетеді.